как я забеременела с помощью шалфея. И менің подругам тоже шалфейді ішіп, родила своего ребенка через 10 лет. Қазір менің қызым жаста 6 ай, оның қызы жаста 5 ай. И біз екеуміз просто шалфей ішіп бөпені көтердік. Мен білем да, көп әйелдер көтер алмай жүреді, уже дейтін барлық способтарды попробовать етеді. И уже менде уже безысходность болып атқасын, уже 2 жылдан асып атыр, бала жоқ болғасын, мен уже все перепробовала, и я решила, почему бы не стоит попробовать. Потом моя коллега скинула мне видео, где говорится о том, что можно забеременеть с помощью шалфея. Ана жерге кісіне қойып қойын міне. И сол видеоны қарап, астында комментарийларды оқып, мен ойлап қойдым, а почему бы не попробовать деп. И біз екеуміз бастадық шалфей ішіп. Но тут одно важное правило. Обязательно екеуіңіз ішулеріңіз керек шалфейді. Шалфей вообще изначально андай әйел адамның, именно ер адамның астыңғы жағына труба, жаңағыда яйцеклетка, короче, сон барлығына андай воздействовать етеді. Оттан да достар, мен білем да, бұл енді теманы көтер алмай жүрген адамдар болса жіберуге кішкене ұялатын шығарсыңдар, біртүрлі қысылып. Но мен айтайын сендерге, тут просто істеп көріңдер. Мен бірлете салдым негізі бұл туралы видеоны. И содан кейін маған 40 қыз жазды, рахмет сізге, мен осы шалфей ішіп көтердім деп. Қазір барлығы балдарын ұстап отыр екен енді қолдарына. Так что сендерде де ішіп көріңіздер.